Я тағы да айтып өткендей, бүгін сіздерге динамикалық UI формаларды жөндеуден жобалауға көшкеніміз туралы айтатын боламын. Қысқаша біздің жоба туралы айта кетсем, Крыша.kz Қазақстандағы ең ірі жылжымайтын мүлік классифайды. Мұнда қолданушыларда хабарландыруларды жариялауға және іздеу мүмкіндігі бар. Бізде пәтер, үй, жер сату және жалға беру сияқты 14-тен астам категориялар бар. Және де әрбір категория үшін өзіндік параметрлер тізіміне тұратын форма бар. Бұл экран, фильтр экраны біздің жобадағы ең маңызды экрандардың бірі, себебі осы экран арқылы миллиондаған адамдар өздеріне қажетті жылжымайтын мүлікке қол жеткізеді. Бірақ осыншама маңыздылығына қарамастан, фильтр экраны біздердің бас ауруымыздың және де көптеген багтардың шығу көзіне айналды. Бірақ та ең қорқыныштысы бұл багтардың көптігінде емес, осы қателерді жіберіп алудың жеңілдігінде болатын. Сондықтан да бізге әрбір өзгерісті өте мұқият, ұзақ тестілеу арқылы жүзеге асыру қажет болатын. Нәтижесінде ол time to marketке, яғни фичаның қолданушыға жеткізу уақытының ұзақтығына әкеп соқты. Ал ендеше біздің жүйеміз неге осыншама қателікке бейім екендігін алдымен динамикалық форма туралы айтып өткеннен кейін кірісеміз. Жалпы барлығымыз бір арнада, бір толқында болу үшін динамикалық форма туралы айтып өтсем, мысалы алдарыңызда тұрған бұл логин экраны, мұндағы барлық UI компоненттер тұрақты, еш өзгермейді, бекітілген. Ал келесі фильтр экрандағы UI компоненттер өзгермелі. Біздің жағдайымызда әр категориядан категорияға, мысалы қазір алдарыңызда тұрған пәтер сату категориясындағы форма, яғни ондағы UI компоненттер, ал келесі экран бұл жер телімін сатуға арналған форма, мұндағы параметрлер өзгеше болып келеді. Яғни бұл жердегі экран бір, бірақ ішіндегі параметрлердің тізімі өзгеріп тұрады. Бұл енді осыдан шығатын нәрсе динамикалық форма дегеніміз элементтері сыртқы дереккөз негізінде құралатын форма. Әрбір форманың негізі мақсаты бар, ол қолданушыдан бір қажетті деректерді алу. Енді осы мақсатқа жету жолында әрбір форманың өтетін кезеңдерін қарастырып көрсек. Ең бірінші форма параметрлерін алу. Форма параметрлерін алу мобильді қосымшаның өзінің локалды қоймасынан алынған болуы мүмкін, болмаса қашықтағы деректен, яғни серверден алынған болуы мүмкін. Форманы алғаннан кейін оны UI компоненттерге түрлендіріп қолданушыға көрсетеміз. Қолданушы форманы толтырып, қажетті деректерді енгізеді. Деректерді енгізіп болғаннан кейін батырманы басу арқылы жүйе деректерді жинауға кіріседі. Формада толтырған параметрден әрбір параметрден қажетті деректер жинап шығады. Жиналған деректерді келесі қадам өңдеуге жібереді. Жақсы, енді біздің жүйеміздің, архитектурамыздың проблемаларына оралатын болсақ, яғни ең бірінші ол веб және мобайл үшін ортақ API роуттың болуында болды. Бұл мәселені түсіну үшін біздер 11 жыл артқа қайтамыз. 2014 жылы Крыша.kz жобасы енді құрылып жатқан кезде, оның ішінде фильтр экраны жобаланып жатқан кезде, фильтр экранындағы параметрлердің тізімі веб бағдарламадағы параметрлер тізіммен сәйкес болды. Сондықтан сол кездегі жобалаушылар онда вебта бар API роутты пайдаланайық деген шешімге келеді. Яғни екеуі ортақ API роутты пайдаланады. Нәтижесінде біздер мобильді қосымшадан параметрлерді жүктеген кезде келесідей JSON объектіні көретін едік. Бұл бір ғана параметрді көрсетуге қажет болған ақпараттың келуі. Бұл бөлмелер саны деген параметрдің ақпараты және де осы JSON объектіден келген мобильді қосымшаға қажетісі тек санаулы ғана параметрлер болатын, ал қалғанның барлығы вебке негізделген болатын. Енді осы UI компонентті нақты әртүрлі UI компоненттер бар, және де осы нақты бізге бөлмелер саны деп аталатын UI компонентті көрсету үшін бізге бірнеше шарттың орындалуы қажет болатын. Мысалға, HTML-дің ішіндегі type деп аталатын өрістің, яғни поляның текст болуы, одан кейін name өрісінің live-room болуы қажет болатын. Яғни бірнеше шартты тексеруге біздер мұқтаж болдық. Бірақ та ең сорақысы бұл емес. Уақыт өте келе мобайл және вебтің
дизайндары, яғни параметрлер тізімі өзгере бастады. Ол нәтижесінде мобильді қосымшадан, мобайл жақтан қосымша хард кодтардың қосылуына алып келді. Яғни біз вебтің API роутын өзгерте алмадық, сондықтан да бізге локалды хард кодтарды қосуға мұқтаж болдық. Мысалға мына жерде параметрді қосу, болмаса кей параметрлерді алып тастау, тіптен параметрлердің орнын ауыстыру сияқты хард кодтар болды. Келесі мәселе бізде болған фильтр object деп аталатын класспен байланысты болды. Біздің фильтріміз әртүрлі UI компоненттерден құралған, әртүрлі параметрлерден. Және де осы фильтр object классы барлық UI компонентті құруға, және де осы UI компоненттердің барлығын басқару логикасын өзінде шоғырланды. Мысалыға осы класстың ішіндегі render views, яғни UI компонентті жасау функциясын қарайтын болсақ, ол алдымен өзінің қандай тип екендігін тексереді. Одан кейін барып, сәйкес типке қарай логиканы, view'ді құру логикасын жүзеге асырады. Нәтижесінде бізде фильтр object классындағы барлық функциялардың ішінде when өрнегінің тармақтары өте көп болды. Енді келесі жағдайды елестетіп көрейік. Егерде бізге дизайнер келіп, жаңа UI компонент құру қажет десе, біздер осы фильтр object классындағы барлық функциялардың ішіне кіріп, жаңа өрнек қосып шығуымызға тура келді. Бұл әрбір UI компоненттің пайда болуына байланысты жаңа өрнектің пайда болу, ол біздің классымыздың көлемінің өте көп болуына, яғни біздің жағдайда 1000 жолдан көп болды, осыған алып келді. Және де код көп болған сайын, ішінде шарттар көп болғаннан кейін қателік жіберу мүмкіндігі де өте жоғары болды. Сондай-ақ бұл фильтр object классы анық түрде single responsibility және де open closed принциптерін бұзуын көрсетті. Келесі мәселе хардкодталған query. Қолданушы фильтр толтырып болғаннан кейін нәтижені көрсету батырмасын басады, және де осы фильтрдің негізінде хабарландырулар тізімі ашылады. Енді осы хабарландырулар тізімін алу үшін біздер API request жасаймыз. API requestке параметрлерді query key күйінде жібереміз. Мысалыға бөлмелер саны параметрінде мән толтырылған болып, фильтр, яғни хабарландыру тізіміне көшкен болсақ, ол келесідей query keyден және оның мәнінен тұрады. Бұл жерде біздің параметріміз, бөлмелер саны параметрінің кілттік сөзі liferooms, ал біздің алатын query key'іміз келесідей болып тұр. Яғни дәл осы liferooms'тан келесі query key'ді біздер түрлендіріп алатынбыз. Яғни бұл біздің кодтағы анық хардкод болатын. Келесі проблема бізде хардкодталған аналитика. Яғни қолданушы фильтрді толтырып, нәтижелерді көрсету батырмасын басқаннан кейін осы параметр бойынша аналитика жіберетін. Мысалы, ол келесідей көрінеді, key және volume тұрды. Аналитикада дәл query'дегі сияқты біздер liferooms'ты rooms'қа түрлендіріп, кодта хардкод сақтадық. Нәтижесінде бұл неге алып келді? Біздің архитектурамыз бұзылуға бейім болды. Кез келген өзгерісті енгізу және жаңа параметрді қосу қателік қатерінен тұрды. Компоненттер тестілеуге мүлдем келмеді. Өзгеріс енгізу өте қымбат болатын, және де time to market'тің жоғары болуына алып келді. Әрине біздер бұл проблемалар шешкіміз келді, рефакторинг жасадық, бірақ та біздің жүйеміз толыққанды қайта жобалауға мұқтаж болды. 2024 жыл, яғни былтырғы жылы бізге фильтр экранына қатысты үлкен эпик келді. Бүкіл категорияға қатысты фильтр екраны өзгеретін эпик. Және де біз осы сәтті пайдаланып, қайта жобалауды жүзеге асырдық. Енді қайта жобалаудың мақсатын айтатын болсам, ең алдымен біздер эпиктің шеңберінде жасап жатқаннан кейін, ең алдымен бизнестің талаптарын орындауға қажет болды. Екінші мақсатымыз реалды динамикалық форма жасағымыз келді, яғни ешқандай релизсіз, тек қана бэкенд арқылы параметрлерді өзгертіп отыруға болатындай. Және хардкодтан құтылуымыз келді. Әрине икемді және кеңейту мүмкіндігі бар жүйе құрғымыз келді.
Енді жобалауды неден бастаймыз? Жобалауды біз өз ескі архитектураның проблемаларын ескере отырып бастадық. Ең бірінші проблема ол веб және мобайл үшін ортақ API роуттың болуында болатын. Осы мәселені ескеріп, біздер бэкэндке ең алдымен жаңа API роут жасап беруін сұрадық. Енді біздер бірінші қадамға көшеміз. Динамикалық форма құрудың бірінші қадамы осы API-ге қойылатын жаңа талаптарды анықтау болатын. Яғни API роуттан бізге қандай JSON құрылым, JSON өрістер қажетті екенін анықтау қажет болды. Біздер мысал ретінде қайтадан бөлмелер санын параметрін аламыз. Нақты осы UI компонентті көрсету үшін бізге белгі керек болды. JSON объектіде ол type өрісі ретінде белгіледік. Яғни type'та нақты қандай UI компонент көрсету керек екенін жібереміз. Келесі қажетті өріс ол name өрісі. Мұнда параметрдің атауы келеді. Және де UI компонентте көрсету қажетті ақпараттар, деректер. Және біз тағы да ойлана келе қандай өрістерді JSON объектісіне көшірсек болады деп ойландық. Нәтижесінде мобильді қосымшадағы хардкодтардан құтылу үшін мысалы біздер QRK'ді локалды хардкодтайтын едік. Осыдан құтылу үшін ойлана келе бэкэндқа көшірсек деген шешімге келдік. Және де аналитикаға да қатысты мәселені ескере отырып, аналитиканың мәнінде бэкэндқа жібердік. Яғни analytics name деген жаңа өріс пайда болды. Нәтижесінде біздер бэкэндқа қойылатын талаптарды анықтадық, бэкэндқа бердік. Олар осы JSON параметрді жүзеге асыруға кірісті. Кейін біз жақтан, яғни мобильді әзірлеушілердің тарапынан болатын жұмыс, ол кодтағы UI компоненттерді әзірлеу қажет болатын. Яғни біздің фильтр крамымызда әртүрлі UI компоненттер бар. Осыларды жобада жүзеге асырып шығу қажет болатын. Біздер осы UI компоненттерді жасауда екі нұсқа болды. Бірінші UI компонент Compose арқылы жасау, болмаса View арқылы. Біздер екінші тәсілді таңдадық. Нәтижесінде бізде кастомдық UI компоненттер жасалынды. Дәл осылай қазір бұл rooms параметр view деген бөлмелер саны параметр үшін болса, қалған барлық UI компоненттер үшін де осындай класс жасап шықтық. Келесі қадам бізде JSON-нан UI компонент жасау қажет болды. Біздің деректеріміз дайын, жобамызда UI компоненттеріміз бар, енді осыны контейнерде көрсету қажет болды. Контейнер деп отқан біздегі ол егерде тәсілге байланысты UI-ды құрудағы Compose болмаса Activity Fragment. Біз екінші тәсіл Activity Fragment арқылы жүзеге асырдық. Енді осы JSON-дағы деректерден, яғни type-тан қалай UI компонентті түрлендіріп аламыз. Осы проблеманы шешуде ең оңтайлы болып factory паттарыны көрінді. Сондықтан біздер factory паттарын жүзеге асырдық, яғни ол келесідей көрінеді. Егер нақты типке қарай біздер сәйкес UI компоненттің объектісін құрамыз. Мысалы checkbox-қа өзінікі бөлек, select layout-қа өзінікі бөлек UI компоненттер құрылады. Және де біздер осы UI компонентті құру барысында оған қажетті деректерді бере аламыз. Жақсы, form view factory біздің факториміз болды. Енді келесі қадам UI компоненттерді формада көрсету қажет. Біздің контейнерімізде енді параметр view factoryге, яғни factoryның функциясын шақыруға мүмкіндік бар. Оның create view функциясын шақыру арқылы біздер қажетті UI компонент жасай аламыз, және де оны контейнерге қосып формамызды құрай аламыз. Келесі қадам параметр интерфейсін құру болды. Қолданушы фильтр экранындағы нәтижелерді көрсету батырмасын басқан кезде жүйе әрбір параметрмен жүріп өтіп, өзіне қажетті деректерді шығарып алу керек. Яғни қандай деректер десек, ол бірінші параметрдің ID, оның атауы, параметрдің мәні, яғни қолданушы енгізген мән, келесі API queryге қажетті ақпарат, және де аналитика қажет болатын. Осы деректерді ескере отырып, қажеттіліктерді біздер келесі функциялар жасап шықтық, және де бұл функцияларды форм параметр интерфейс деп аталатын интерфейсті көрсеттік. Біздің жобамыздағы барлық UI компоненттер осы интерфейсті жүзеге асырды.
бұл rooms параметр view'дің мысалында. Және де әрбір UI компонент осы функциялардың қалай жүзеге асыруын өзі шешті. Енді біздер контейнердің ішінен параметрдің қажетті функцияларын шақырып, өзімізге қажетті деректерді шығарып аламыз. Ескі жүйені еске алатын болсақ, filter object деген классымыз UI компоненттерді құру және оларды басқару логикасын өзіне шоғырланса, енді жаңа архитектура бойынша filter factory UI компонентті құруға, ал form параметр осы UI компоненттерді басқару үшін қолданды. Енді динамикалық UI формалардың қадамдарын тағы бір жүріп өтсек, біз ең алдымен бэкэндке қойылатын талаптарды анықтаймыз. Одан кейін UI компоненттерді әзірлейміз жобамызда. JSON-нан қажетті UI компонентті жасаймыз. UI компоненттерді формада көрсетеміз. Және де параметр интерфейсін құрамыз, параметрлерді басқару үшін. Қорытындылай келе, біздер жобалауға дейін бұзылуға бейім, багтары көп, модуль арасында қатаң байланысы бар, solid сақталмаған және де жаңа фича қосу қиындығы бар архитектура болатын. Қайта жобалаудан кейін біздер тұрақты багтардан азат, модульдер арасындағы тәуелсіздігі бар, және solid сақталған, және де жүйені кеңейту мүмкіндігі бар архитектураға қол жеткіздік. Осымен тәмам. Назарларыңызға рахмет.